Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Мен Ермекова Черкашаевна, номер 112 жалпы орта білім беретін мектептің директор орынбасары және тарих пәні мұғалімі. Бүгін мен сіздерге өзімнің авторлық шығармаммен таныстырып, сол бағдарламаларына сіздерге кеңінен таныстырып өтуді өзім алдыма мақсат қылып қойдым. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы тәуелсіз ел. Авторлық бағдарламаның мақсаты білім алушыларының білімі мен дайындық деңгейі, жас ерекшеліктерін ескере отырып, Қазақстан тарихынан ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі нақты тарихы бойынша білім беру. Міндеттері: білім алушыларға тәуелсіз ел бағдарламасы бойынша толыққанды жүйелі білім беру, тәуелсіз ел бағдарламасы бойынша тарихи терминологияларды меңгерту, білім алушылардың тарихи фактілері мен құбылыстарды талдап қорыту, тарихи оқиғалардың мақсаты мен мәнін анықтай білу, оның маңызын бағалай білу, дағдыларын қалыптастыру. Білім алушылардың оқытылатын кезеңдегі ғылым мен мәдениеттің көрнекті өкілдері мен саяси жетекшілердің қызметіне тарихи оқиғаларға салыстырмалы талдау жасауға дағдыландыру. Білім алушылардың қазақ және басқа халықтардың мәдени мұраларына қызығушылығын қалыптастыру. Білім алушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, түрлі дерек көздерінен қажетті ақпаратты іздестіру арқылы өзіндік жұмыспен айналысуына мүмкіндік беру. Күтілетін нәтижелер және олардың тексеру әдістері. Пәнге және саналы түрде білім алуға қызығушылығын артады, зерттеп үйренеді, бос уақытын тиімді пайдаланады. Әр бөлімнің және оқу курсының соңында тарихи диктант, сәйкестендіру, дұрыс жауабын табу тесті, сұрақ-жауап, саралау тапсырмаларын орындау арқылы курста қорытынды жасалынады. Алдыларыңызда 34 сағатқа жоспарланған менің авторлық бағдарламаның тақырыптары. Енді авторлық бағдарламаға шолып кетейін. Бірінші бөлімде демек Геродот тарихының атасы 1 сағатқа берілген. Томирис Сак патшайымы 1 сағатқа. Осы тақырыпта Сак тайпалары, Сактардың ежелгі Қазақстан мекендеушілер, Сактар туралы парсы және грек жазбалары, Сактардың тұрмысы, шаруашылығы, олардың әдет-ғұрыптары, Сак билеушілері, Сактардың басқару жүйесі, Памирс пен Зарина, Сактардың атақты патшалары, патшайымдары, Сактардың тәуелсіздік үшін күрестері, парсылармен соғысы, Шырақтың ерлігі, Сак мәдениеті осы тақырыпты ішіге кіріп кетеді. Модер, ғұн мемлекетінің негізін қалаушы 1 сағатқа берілген. Қазақстан территориясында ғұн тайпалары модер ғұн мемлекетінің негізін қалаушысы, ғұндардың тарихи, ғұндардың шаруашылығы, тұрмысы, халықтары, ұлы көш осы тақырыптың ішіне енгізілген. Әл-Фараби, шығыстың ғұлама ғалымы 1 сағатқа берілген. Шығыстаналары. Әл-Фараби шығыстың көрнекті ойшылы, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз ретінде осы тақырыпқа берілген. Қазақ хандары 10 сағатқа жоспарланған. Аңызға айналған қазақ хандары Шыңғысхан, Оғызхан, қазақ хандары Керей Жәнібек, Қасым, Хақназар, Тайке, Абылай хан, өмірі мен саяси қызметі, Кенесары Қасымұлы, Әбілқайыр хан, қазақ билер туралы мәліметтер осы қазақ хандары тақырыбына енгізілген. Қазақ билер 3 сағатқа жоспарланған. Қазақ қоғамындағы билердің рөлі, Төле бидің, Қазыбек бидің, Әйтеке бидің өмірбаяны мен қызметі осы бөлімге кіргізілген. Қазақ батырлары 4 сағатқа жоспарланып, қазақ қоғамындағы батырлардың алатын орны Қобанбай батырына, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Баян батырлар өмірлері осы тақырыптарға енгізілген. Қазақтың көрнекті ғалымдарыға 1 сағат берілген. Қазақ ағартушылары, қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлиханов, Шоқан Уәлихановтың өмірбаяны, омбыда кәдімгі корпуста білім алуы, Достоевскиймен достығы, Қашқарға сапары осы тақырыпқа енгізілген. Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы 1 сағатқа жоспарланған. Мына тақырыпта біз Абай Құнанбаевтың қазақ жазба әдебиетінің негізін салушысы, Абайдың балалық шағы, Абайдың сазгер, Абай өлеңдері, қара сөздері туралы мәліметтерін алады балалар. Ағартушы педагог 1 сағатқа жоспарланған. Ибрай Алтынсарин, ғалым ағартушы. Ибрай Алтынсарин педагог, Қазақстанда қыздарға білім беретін білім беру ұйымдарының негізін салушы ретінде осы 1 сағатта оқушыларға таныстырылады. Алаш қайраткерлерге 3 сағат берілген. Қазақ ұлттық зиялылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Біржан Дулатов,
тууралуу маалыметтер осы бөлүмдө енгізілген. Бұл жеңіске қосылған үлес 4 сағат. Қазақстан 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы жылдарында КСРО-ға қарсы Германияның фашистік әскери жоспары, Ұлы Отан соғысының басталуы, бұл жеңіске қазақстандықтардың қосқан үлесі, Қазақстан майдан арсеналы, қазақстандықтардың соғыс жылдарында еңбектері, ерлігі осы бөлімге кіргізіліп кетілген. Ғарышты игеру 2 сағатқа жоспарланған. Қазақстан ғарыш айлағы Байқоңыр, Қазақстанның ғарышкерлер Тоқтар Бергеров, Талғат Мұсабаев, Айдан Айымбетовтер туралы мәліметтер осы 2 сағат барысында оқушыларға таныстырылады. Сабақта теориялық білім берумен қатар тәжірибелік сабақтар өткізіледі. Тәжірибелік сабақтар баланың өз бетінше ізденуіне жұптық, топтық тапсырманы орындау арқылы коммуникатив құзыреттерін бірін-бірі тыңдау, бірлесе жұмыс жасау, қабілеттерін арттыруға ықпал етеді. Оқушының қызығушылығын арттыруда төменде көрсетілген әдіс-тәсілдерді қолдануын ұсынамын. Біздің тарихта көбірек өзіміз қолданатын әдіс-тәсілдер миге шабуыл, істік орындық, өрмекшінің өрнегі, ақылдың алты қарпағы, галерея, кім жылдам, 1001 сауал, микрофон, бейер, домино, балық қаңқасы, кинометафора, пазл, банкомат, бокс. Осы тәсілдер оқушылардың танымдық дағдыларын ынталандыруға бағытталған, сонымен қатар олардың шығармашылық, зерттеушілік іскерліктерін жетілдіреді. Қысқаша мен авторлық бағдарламаны сіздерге таныстырып өттім. Енді өз пікірлерін білдіретін мұғалімдер болса, айта беріңіздер. Өз пікірлеріңізді таныстырып. Бұл бағдарлама авторлық бағдарламада тәуелсіз ел Қазақстанның ежелгісінен бастап күні бүгінге дейінгі аралықтағы тақырыптары қамтылған екен, кең көлемде қамтылған. Сондықтан бұл тақырыптардың барлығы оқушылардың санасына, тарихи сана ретінде оларға толық білім қалыптасады деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл жерде авторлық бағдарламада теориясымен қатар тәжірибелі жұмыстарда қамтылған екен. Бұл қамтылған жұмыстарда оқушылардың қызығушылығын ашу үшін оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері, миға шабуыл, балық қаңқасы сияқты әдіс-тәсілдердің барлығы оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуға әсерін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы авторлық бағдарламаны көре отырып, біз оқушыларға үлкен көлемде мазмұнды, құрылымына сай, талапқа сай жазылған еңбек деп ойлаймыз. Оқушыларға ары қарай жетілдіруге толық мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Рахмет. Бар ма тағы пікір білдіретіндер? Рахмет. Авторлық бағдарлама мынандай кітап ретінде баяндап шығарылған. Ол Шымкент қалалық әдістемелік орталығының сараптама кеңесінің отырысында қаралған. Хаттамамен бекітіліп берілген. Ол қалалық деңгейінде таратылсын деген, біз қазір мектепшіліктен бастадық, кейін қалалық деңгейге де шығамыз деген ниеттеміз. Рахмет.